Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен сіздермен браунидің рецептімен бөлісетін боламын. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге болыңыздар. Ең алдымен темір ыдысымызға май, шоколад және сұйық майымызды қосып, бірге баяу отта ерітіп аламыз жақсылап. Оттың жылдамдығын жоғары қоймаңыздар, себебі сіздерде қайнап ысып кетуі мүмкін, сондықтан өте баяу отта еріткен маңызды. Шоколадты майымыз дайын. Енді таза ыдысымызға бөлме температурасында тұрған 3 жұмыртқамыздың үстіне қантты салып, жақсылап көпіргенше миксерлеп аламыз. Миксердің ең үлкен жылдамдығын пайдаландым. Және де 2-3 есе ұлғайғанша жақсылап миксерлеп аламыз. Сіздерде браунилеріңіз өте жақсы болып шықсын десеңіздер, ең бастысы ұнды көп пайдаланбасаңыздар болғаны. 1-1 грамм ұн көп болып кетсе, сіздерде қатып кәдімгі пирог болып қалуы мүмкін. Сондықтан ұнын аз қосқан маңызды. Және де 25 минут піседі. Одан артық пісіріп жібермеңіздер. Ол кезде тағы да қатып қалуы мүмкін. Біздің жұмыртқамыз дайын болды. Шамамен 2-3 минуттай уақыт кетеді миксерлеуге. Бұның үстіне шоколадымызды қосып, және де алдын ала електен өткізілген ұн, какао және кішкене қамыр қопсытқышымызды салып, бұны да жақсылап миксерлеп аламыз. Бұны миксердің ең аз жылдамдығында бір келкі масса болғанша араластырып алсаңыздар жеткілікті. Оның қатты жылдамдығына қойып, көп араластыруды қажет етпейді. Шамамен 1 минуттай жақсылап араластырып аламыз. Сонымен біздің қамырымыз дайын болады. Бұл уақытымызда біз пешімізді қызуға қойып қоямыз. 180 градуста алдын ала қызып, жақсылап қызып тұру қажет. Брауниздің қамырын жасап болғаннан кейін сразу пешке саламыз. Оны ұстап тұрудың қажеті жоқ. Мен салмасына кішкене шоколадты қосып жібердім. Сіздер жаңғақ немесе малина, құлпынай қоссаңыздар да керемет болады. Өте оңай дайындалады және тез піседі, дәмді болып шығады. Сіздер де жасап көріңіздер. Бастысы көтеріңкі көңіл күймен жасасаңыздар, сіздердің кез келген дайындаған тағамдарыңыз өте дәмді болып шығатынына мен сенемін. Бір келкі етіп жағып шығып, 180 градуста 25 минут пісіріп аламыз. Қоспасындағы заттардың бәрінің тура мөлшерін астына жазып қалдырып кеттім. Мен пайдаланып жатқан қалыптың диаметрі 20-25 сантиметр. Одан үлкеніне салып пісірмеңіздер, себебі тым жұқа болып кетуі мүмкін. Біздің брауниміз пісіп шықты. Өте дәмді, иісі деген керемет, жұп-жұмсақ пышақты тек жүргізіп өтсеңіздер болғаны. Ылғалды, жұмсақ болып шығады, дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасаңыздар. Мені қолдап, лайк басып, комментарий қалдырып кетсеңіздер болады. Сіздерге сәттілік, сау болыңыздар.